Сәлеметсіздер ме оқушылар? 10 сыныптағы қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешу тақырыбы бойынша номері 7-7 және 7-8 тапсырмалар талқылайтын болайық. Бұл жерде балалар есептің берілген бізге 3 тангенс 2х минус тубрас 3 бөлінген 2. Бұл жерде тубрас 3-ті теңдіктің екінші бөлігіне өткізіп аламыз және 3-ті мынаған бөлінді болады. 3 тубрас 3-ке бөлу болып түседі. Енді тангенс 2х тубрас 3 бөлінген 3 бұл қай бұрыштық мәнде тең болады? Тангенстің пи бөлінген 10-6-ға тең болады. Пи бөлінген 16 плюс пи деп жазамыз. Енді бұл жерде тангенстен құтылдық. Енді 2-ден құтылу үшін бұл 2 мына 6-ға 2-ден 1 болып көбейтіледі. Сол кезде пи бөлінген 12 плюс пи бөлінген 2 болып түседі жауабы. Екінші, минус тубрасты 3 котангенс 4х плюс 3 тең 0 болса, бұл жерде балалар котангенс 4х тең мынау минус 3 болып өтеді, минус тубрас 3 болып өтеді. Бұл жерде иррационалдықтан арылтып жіберсек, бізде тубрас 3-ке тең болады балалар. Енді котангенс қандай мәнде, жаңағы бұрыштық мәнде мәнін анықтауымыз керек. Бұл пи бөлінген 10-6-ға тең болады. Пи бөлінген 16 плюс пи n тесіз зетке. Мынау 4-тен құтылу үшін балалар, x табу үшін бізге 4 мынау бөлшектің бөліміне көбейту болып өтеді. Бөлшектің бөлімде тұрған санға көбейту болып өтеді. Яғни 2-ден 1 болып өтеді. Бұл жерде пи бөлінген 24 солай көбейтіліп кеткен. Пи n бөлінген 4 жаққа бөліміне бөлшектің бөліміне түседі. Енді келесі 2 синус косинус 2х минус тубрасты 2 тең 0 болса, бұл жерде синус 2х деп жазып аламыз. Тубрасты 2 бөлінген 2 жазып аламыз. Теңдіктің екінші бөлігіне өткізіп жібереміз. Одан кейін 2х-ті анықтап алайық. 2х тауып, мына жердегі формуласы синусқа минус 1 n деп жазылады бізде. Синус пи бөлінген 14-те тубрас 2 бөлінген 2-ге тең, плюс 2 n тесті зетке. Енді мына x-ның алдында 2-ден құтылу үшін балалар, бұл 2 мынаның 4-тен 1-ге 2-ден 1 болып көбейтіліп өтеді. Сол кезде 8-ден пи плюс 2-ден 2 пи n болып жазылады. Келесі 4-ші есебінде 2 косинус 2х плюс тубрас 3 тең 0. Бұл жерде косинус 2х деп жазып аламыз. Одан кейін мынау тубрасты 3-ті минус тубрас 3-ға өткізіп, мына 2-ні бөлшектің бөліміне өткіземіз. Сол кезде минус пен минус плюсті береді. Тубрас 3 бөлінген 2. Косинустың қай мәнде, қай бұрышта пи бөлінген 10-6-ға тең болады. Енді плюс 2 пи n. Енінен x-тан құтылу үшін бұл x бөлшектің бөліміне көбейту болып өтеді. Плюс минус пи бөлінген 12 плюс пи n тесті зетке. Мына жерде 2 мына 2 қысқарып кетеді. Сол кезде пи n қалады. Енді 7-8 есепті. Бұл жерде қараймыз. Бізге синус былай берілген. X да бар, пи да бар, және жақшаның сыртында минус 1 тең 0 деп тұр. Енді балалар минус 1-ді теңдіктің екінші бөлігіне өткізіп жібереміз. Одан кейін синус қай мәнде 1-ге тең болып тұр. Енді соны анықтап аламыз. Бірінші жақшаның өзін жазып аламыз. 1-де пи бөлінген 12, пи бөлінген 2 90 градусқа тең плюс 2 пи n. Енді мынау пиді пи бөлінген алдына теңдіктің екінші бөлігіне өткізіп жібереміз қарама-қарсы таңбамен. Одан кейін ортақ бөлім береміз. 3-тен берсек, 3 пи мен 4 пи бөлінген 6 болады. 6 мен 4 қысқарып кетеді бізде. Сол кезде бізде 2 пи бөлінген 3 болып түседі, плюс 2 пи n. Енді бөлшектің мына жерде x бөлінген 2 болып тұр ғой. Енді осы жерде 2-ден құтылу үшін бұл алымына барып көбейтіледі. Сонда 4 пи бөлінген 3 плюс 4 пи n болып жазылады балалар. Енді екінші есепте косинус x 3-тен x плюс 4-тен пи минус 1. Бұл жерде тура синус сияқты шығарылады. Бұл жерде тек өзгешелік косинустың 1-дегі мәні басқаша болып табылады бізде. Дәл осылай жазып аламыз. Сөйтіп, косинус бізде 2 пи n-де 1-ге тең болады. 360 градуста. Енді бұл жерде пи бөлінген 4-ні теңдіктің екінші бөлігіне өткізіп жібереміз да, минус 4-тен пи плюс 2 пи n деп жазып аламыз. Мына 3-тен құтылу үшін 3 бөлшектің алымына барып көбейтіледі балалар. Сонда минус 3 пи бөлінген 4 болады. Плюс 6 пи n. Яғни 3-нан көбейтсек 6 болады, 2-ге көбейтсек. Үшінші есеп тангенс
пи плюс 3 бөлінген x бұл жерде минус 1 тура мына сияқты шығарылады. Бірінші жазып аламыз. Минус 1-ді теңдіктің екінші бөлігіне өткізіп аламыз. Одан кейін мынаны өзін жазып алып, тангенс 1-ден қай неге тең? Пи бөлінген 4-ге тең, 45 градуста 1-ге тең. Енді плюс пи. Енді анау пи бөлінген 4-ті жазып аламыз. Мына пиді жаңа қарама-қарсы таңбамен теңдеуден екінші бөлігіне өткізіп аламыз. Ортақ бөлім береміз. Сонда минус 3пи бөлінген пиін болады. Енді қараймыз балар, мына 3-тен құтылу үшін, балар, мына 3-тен құтылу үшін бұл бөлшектің алымына барып көбейтіледі. Сонда 3пи бөлінген 4 минус 3пи болып жазылады екен, балар. Төртінші есепте котангенс пи бөлінген 3 минус 4х түбірас 3. Бұл жерде өткізіп қойған мәнді. Енді бізге котангенс қай градуста? Түбірас 3-ке тең. Яғни бізде 30 градус. 30 градусымыз бізде пи бөлінген 16-ға тең. Плюс 2 пи. Енді пи бөлінген 16-ның қасына минус пи бөлінген 3-ті өткізіп аламыз да ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім берген кезде бізде пи бөлінген 6 болады. Пи бөлінген 16 плюс пи. Енді ана 4-тен құтылу үшін пи бөлінген 16-ға жаңағы 4 көбейтілген кезде пи бөлінген 24 минус пи n бөлінген 4 болып келеді екен, балалар. Ал балалар, келесі 7-9 есепті шығарайық. Бұл да жаңағы тура 7-8 есепке ұқсап шығарылады. Енді 3 котангенс 2х3 плюс 2 тең минус 4 берілген, осылай берілген бізге. Бірінші есептің берілгенін тангенсін жазып аламыз. Минус 4 деп жаз. Мына тангенстің алдындағы санды мына жерге 4-тің астына бөлінді болып өтеді. Сонда минус 3-тен 4. Енді жақшаның ішіндегісін жазып аламыз. Мынау бізде мынау арктангенсті береді, бұның мәні жоқ, бізде жаңағы 30 градус, 45 градуста бұндай мәнге ешқандай ие емес. Сол себепті бізде арктангенс деп аламыз. Минус арктангенс 3-тен 4 плюс пи-н деп аламыз. Енді мына минус 2-ні мына бетке өткізіп аламыз. Теңдіктің екінші бөлігіне қарама-қарсы таңбамен өткіземіз. Сонда арктангенс 3-тен 4 плюс пи-н болып жазылады. Енді мынау 3-тен 2-ден құтылуымыз керек қой, x табу үшін. Біз не істейміз? 3-тен 2-ні барамыз да жаңағы қарама-қарсы алымына өтеді, бөліміне өтіп қысқартып жібереміз да, 2 мен 2-ні қысқартып жіберген кезде 3 болып пайда болады. Арктангенстің алдына көбейтіледі. 3-тен 2. 2-ден 3 дегенім ғой. Плюс 3пи бөлінген 2 осылай көбейтіп жаза саласыздар. Екінші есебінде тура дәл осындай есеп. Бұл жерде тек өзгешелік, бізде таңбаларында ғана өзгешелік бар. Барлығы тура мынау тангенс сияқты шығарылатын есеп. Тек үшінші есепте 2 синус 2х плюс 3 түбірас 3 қой, мына жерде берілгенде. Мына берілген жазып аламыз. Одан кейін мына түбірас 3-ке синустың алдында 2-ні бөлінді қылып түсіреміз. Енді синус қай мәнде түбірас 3 бөлінген 2-ге тең? Яғни пи бөлінген 16-ға тең, яғни пи бөлінген 16 плюс пи-н деп жазып аламыз. Одан кейін мына 3-ті өткізіп аламыз. 3 минус 3пи плюс пи-н деп жазылады. Одан кейін бөлшектің x-ның алдында мынадан құтылуымыз керек қой. Бұл 5 жаңағы 2-ден 5 болып түседі мына жаққа. Сол кезде жаңағы бізде 5пи бөлінген 6 минус 15 бөлінген 2 плюс 5пи бөлінген 2 болып жазылып қалады екен. Енді төртінші есепте түбірасты 3 косинус 5х бөлінген 2 минус 1 тең плюс 2 тең 0. Бұл жерде балалар, плюс 2 теңдіктің екінші бөлігіне өткізіп жібереміз да, косинустың алдындағы түбірас 3-ті астына жазамыз. Енді бұл жерде иррационалдан арылған кезде балалар бізде мынандай мән келіп шығады. Яғни иррационалдан арылған кезде алымнан да бөлінген де түбірас 3-ті көбейтеміз біз. Сол кезде бізде мынандай мән шығады. Бұл жерде бұндай мән анықталмағандықтан бізде бұның жауабы жоқ болады, шешімі жоқ болады. 7-10 есепте балалар синус 3х көбейтілген косинус 3х тең минус 2-ден 1 болып тұр. Бұл жерде балалар біз формулаға мына жерді келтіріп алуымыз керек. Формулаға келіп тұр негізі. Соны келтіріп алу үшін біз 2-ге көбейтеміз. 2-ге көбейтсек 2 синус косинус x көбейтілген косинус x. Мына жерде 2-ні көбейткен кезде 2 мен 2 қысқарып кетеді, минус 1 қалып кетеді. Енді синус 6х-ті береді. Бұл формуланы береді. Анау естеріңізде болса синус 2х 2 синус косинус x-ті беретін еді. Сол формулаға келіп тұр мына жер. Енді бала қараймыз,
синус қай мәнде минус 1-ге тең? Пи бөлінген 2-ге тең плюс 2 пи-н. Енді балалар бұл жерден 6-дан, яғни x табу үшін 6 бөлшектің бөліміне көбейтіледі. Сонда мына мән келіп шығады бізде. Келесі, екінші есепте синус квадрат 2х минус косинус квадрат 2х тең түбір асты 3 бөлінген 2. Бұл жерде де балалар формула келіп тұр бізде. Осы формула келтіріп аламыз. Бұл формула бізде косинус 4х-ның формуласы тура мынандай беріледі. Яғни синус 2х-ның формуласы бар ғой, сол кезде бізде косинус квадрат х минус синус квадрат х-ті беретін еді ғой. Тура бұл жерде дәл сол формуланы беріп тұр. Енді бұл бізде косинус 4х-ті береді. Мына минус түбірас 3 бөлінген 2 косинустың қай мәнде тең болады? Бұл жерде мына жерде 5π бөлінген 6-да нақ мәні тең болады да, косинус. Яғни 5π бөлінген 6-да косинус мына мәнге тең, плюс 2 пи-н. Енді қараймыз, мына 4-тен құтылу үшін, x-тің қасында 4-тен құтылу үшін, бұл 4 бөлшектің бөліміне бар көбейтіледі. Сонда 5π бөлінген 24 бөлінген 2 пи-н бөлінген 2 болады. Пи-н бөлінген 2 болады. Енді үшінші есепте 2 тангенс 2х 1 минус тангенс квадрат 2х тең түбірас 3. Бұл жерде балалар формулаға нақ беріліп қойған бізде. Формула анық түрде тұр. Бұл жерде келтіріп алмаймыз. Кәдімгі 4 тангенсін 2х-ның формуласына келтірді. 4х болса осылай жазылады бізде. Тең түбірас 3. Тангенс түбірас 3-те пи бөлінген 3, яғни 60 градуста тең. Бұл жерден x-ті анықтап алу үшін 4-ні бөлшектің бөліміне көбейт жереміз да. Пи бөлінген 12 плюс пи-н 4 болады. Енді келесі төртінші есепте 2 синус 2 квадрат 4х минус 1 түбірас 3 бөлінген 2. Бұл жерде балалар біз мына 1 деген бар ғой. Бізде 1 деген сөз синус квадрат 4х пен косинус квадрат 4х-ның қосындысы бізде 1-ді береді. Сол 1-ге келтіріп аламыз. Сол кезде бізде 2 синус квадрат 4х-тан 1 синус екеуі азайтылып кетеді. Сол кезде бізде синус квадрат 4х қалады. Енді бұл екеуі формула бізде косинус 8х-ті береді. Жаңа мына жерде тұрған формула бар ғой, сол формуланы береді мына жерде. Бұл бізде косинус 8х-ті береді. Бұл косинус 8х түбірас 3 бөлінген 10-нан 2-ге тең болады. Енді косинус қай мәнде мынаған тең? 3π бөлінген 10-нан 4-те тең. Алдында негізі. Енді бізде косинустың алдында плюс минус жазылады да, синустың алдында минус 1 бөлінген n жазылады балалар. Осы дүниеге қатты мән беріңіздер. Енді 8x табу үшін 8 бөлшектің бөлімде тұрған санға көбейтіліп кетеді. Енді 3π бөлінген 32, яғни 8 4-ке көбейтсең 32. 2 пи-н бөлінген 8 болып тұр. 2 мен 4 8 қысқарып кетеді, 4 болады мына жерде. Сонда 3π бөлінген 32 пи-н бөлінген 4 n тесте z-ке болып қалады екен. 7-11 есеп синус 6х минус синус 4х тең 0. Бұл жерде 2 косинус 5х көбейтілген синус х-қа келеді балалар. Енді бұл жерде бізде 2 теңдеу шешеміз. Косинус 5х тең 0, синус х тең 0. Осы 2 нені теңдеуді шешіп аламыз. Косинус 5х тең 0, яғни косинус 0 градуста пи бөлінген 2 ғой, яғни 90 градусқа тең плюс пи-н. 5-тен құтылу үшін бөлшектің бөліміне көбейтіліп кетеді х тапқан кезде. Пи бөлінген 10 плюс пи-н бөлінген 5-ке тең болады. Дәл солай жаңағы косинусында да дәл сондай. 2 косинус 4х көбейтілген косинус х. Бұл жерде 2 не шығады? 2 теңдеу келіп шығады. Сол 2 теңдеу бойынша шешеміз. 4х тең косинусымыз пи бөлінген 2-те ғой, плюс пи-н. Енді 4-тен құтылу үшін бөлшектің бөліміне көбейтіліп кетеді. Пи бөлінген 8 плюс пи-н n тесте z-ке. Косинус 0-де пи бөлінген 2 плюс, яғни 90 градустағы мәнге тең деген сөз. Енді 7-12 есепте дәл сондай. Косинус 7х минус косинус 5х тең 0. 2 синус 6х көбейтілген синус х тең 0. Бұл жерде де 2 теңдеу шешіледі. 6 синус жаңағы 180 градуста пи-нге тең ғой. Яғни пи бөлінген 6-ға тең болады мынаның жауабы. Синус 0-де пи-нде тең 180 градуста. Одан кейін синус 9х минус синус 12х тең 0, минус 2 косинус 11х көбейтілген синус 2х тең 0. Бұл жерде де 2 теңдеу шешіп аламыз. Мына екеуін шешіп аламыз.
косинус 0 пи бөлінген 10-2 ғой. 11 бөлшектің бөліміне бөлінді болып өтеді. Яғни көбейтеміз. Бөлшектің бөлімде тұрған санға көбейтесіздер. Пи бөлінген 22 плюс пи n бөлінген 11 n тесті зетке болады. 2x тең пи n, x-тен, яғни 2 пи n-ге бөлінді болып өтеді. Бөлінші деп пи n бөлінген 2 болып табылады екен балалар.